Ал балалар, біз олай болса сабағымызды қорытындылайық. Сабағымызды қорытындылау барысында біз жапон әдісін жүзеге асырайық. Жапон әдісі бойынша мен толық келісемін. Дұрыс, бірақ толықтыратын пікірім бар. Былай қылатын болса, мені сұрағым бар. Ал осы жапон әдісі бойынша дұрыс, бұл сабаққа мен келісемін дегендеріміз. Бағалайық. Жақсы, бұл жерде бір бала қалыс қалып отыр, мына топта екі бала қалыс қалып отыр, мына топта бір бала қалыс қалып отыр. Енді толықтырамын. Өзімнің көзқарасым бар. Жақсы, қызғалдақ. Осы Ақбілек романында Ақбілек өзінің ауылына қайтар жолда Бозторғайдың жыланнан құтқарып алған болатын. Яғни жылан торғайды арбап жеді деген мақалды есіне түсіріп, Бозторғайды жыланнан құтқарып алған еді. Осылай келген ол Ақбілек өзін осы Бозторғайға теңер, не үшін бұндай жағдайға түстім деген ойда қалған болатын. Өте керемет. Штрих деталь дейміз бұны. Шығарманың бойында бір нәзік жерді, сол шығарманың образын ашықты. Жақсы, бұл жерде толықтыратын жоқ еді, бұл жерде. Ал, Ерлан. Мен бәріне толықтырамын, басқа көзқарасым бар. Бекболат Ақбілекті сүймеген кезде әрі қарай тағдыр қалай жалғасар еді. Яғни Бекболат басқа жігіттерге қарағанда ең тиімді. Мысалға, қазіргі кезде Ақбілектей өмірді қызды ешкім алмас еді. Мен соған Бекболатқа сұрағым жаңағыдай басқаша болса, егер де Бекболат Ақбілекті сүймеген кезде тағдыр қалай жалғасар еді? Жақсы, тағдыр қалай жалғасар еді дейді. Жақсы, әрі қарай үшінші сұрағым бар. Жақсы, екі сұрақ бар екен. Менің сұрағым арқында, егер де Мұқаш Ақбілекті тастап бергенде шығарма қалай жалғасар еді? Егер Мұқаш Ақбілекті ұстап бермегенде шығарма қалай жалғасар еді? Шығарма жазылмас еді, иә? Ақбілек бақытты өмір сүрер еді. Бекболатқа күйеуге шығатын еді. Анасы көп болғандықтан Ақбілекті бәрібір тауып алатын еді. Оның інісімен сіңлісі жетім қалмас еді. Ақбілек ауылда қалады. Анасы өлмес еді дейді ғой. Балташты кезіктірмес еді. Көрдіңіздер ма, бізде версия өте көп екен. қалаға оқуға бармайды. Қалаға оқуға бармайды, ауылда болып қалатын еді, ауылда оқымаңыздар. Өсек аяңға қалмайды. Ол отбасымен өмір сүретін еді және әкесі оны жақсы қарайды. Өте кемелеген Ақбілек ана болмайтын еді. Өте жақсы біз жауаптар алдық. Және сұрақ. Егер Мұқаш сатып алып келіп, Қарамұрттың анасы Ақбілек жасырды ғой, сол уақытта анасы Қарамұртты өлтірмегенде шығарма қалай жалғасар еді? Анасын өлтірмегенде шығарма қалай жалғасар еді? Ағайын қорғасы басқа елді мекенге көшіп кетер ме еді деген. Әкесі өлтірмегеннің өзінде ол зардап шеккен өйткені баласы үшін ол арақ өсті. Жақсы. Анасы жаңағы келе жатқан солдатта аға офицерлерді ұстап қалу үшін ол өзі Егер Мұқаш өлтірмегенде. Ақбілекке тығып қойды ғой. Сол уақытта анасын ұрып өлтіріп тастамай ма? Сол жерде анасын өлтірмей кетіп қалғандар деген сұрақ қойды. Сол қиындыққа бәрібір түседі, сол кезде әкенің қасында анасы болар еді. Және жақсы. Әкесінің көзқарасы бөлек болар еді, өйткені әкесі әйелінен айырылған соң Ақбілекке де көзқарасы өзгерді. Жақсы, қабылдаймыз. Анасы өлгеннен де артық қайғыға байланды. Өлімнен ұят күшті дейді ғой. Анасы өте қайғыға батар еді дейді, егер тірі қалса. Жақсы балалар. Енді біздің айтатынымыз осы бір сабақтың төңірегіне сыймай. Сабақ сіздерге ұнады ма? Олай болса, үй тапсырмасына біз әлде де осы Ақбілек романын оқып, оны терең иірімдеріне бойлап,
келесі сабақта тағы да осы талдау жұмыстарын жүргіземіз.